Қайырлы күн қыздар, сіздермен бүгін хрустящий баклажаны жасайтын боламыз. Тез дайын болатын өте дәмді салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші 2 баклажанды алып, жақсылап жуып, қабығын аршып, осылай видеода көрсетілгендей ірі етіп турап аламыз. Үлкенірек болғаны жақсы, піскен кезде баклажандар кішіреп қалады, сол үшін ірі-ірі ғып турағандарыңыз дұрыс. Осылай турап алғаннан кейін ыдысымызға салып, кукурузный крахмалдан 3 қасық салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай араластырып алғаннан кейін қызып тұрған майымызға көбірек май құйып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз осылай. Баклажанды салфеткаға салып, артық майын сіңіріп алу үшін қойып қоямыз. Суығанша помидорымызды тураймыз. Помидорды ортасынан 2-ге бөліп, видеода көрсетілгендей помидорларды ірі қылып турайтын боламыз. Кинзаны жуып, майда қылып турайтын боламыз. Егер кинза ұнамаса, өздеріңізге ұнайтын зеленді қоссаңыздар болады. Кинзаны турап болғаннан кейін, енді 2 зубчик чеснок керек болады. Оны майдалап, жұқа қылып турап, салатымызға қосамыз. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын. Описание бөлімінде жазылып тұрады. Дәміне қарай тұз, сұйық май, лимон суын қоссаңыздар, салаттың дәмі өте керемет болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Дастархандарыңызда өте ерекше, әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша футблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, тегін лайктарыңызды басып, құрбыларыңызбен, таныстарыңызбен осы салатты бөлісіп жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір.